Барлықтарыңызға сәлем, біздің жаңалықтар бөліміне қош келдіңіздер. Біз бүгін Проспектус бизнес клубының тағы да бірнеше ақпараттармен бөлісетін боламыз. Олай болса кеттік. Проспектус бизнес клубының фишкасы ол инвестиция тарту. Осыған дейін клуб 390 миллион теңге инвестиция тартқан болатын. Ең алғашқы инвестиция тартқан жоба ол Рафаэль кофе кофейнясы. Одан кейін де көптеген жобаларға миллионнан астам инвестициялар тартылды, бірақ сол жобалар осы күнге дейін өздерінің жұмысын сәтті жасап жатыр. Инвестиция, несие, қарыз алмай, бизнес бастау. Білесіздер ма, таксист болу кәсіпкерлік, бірақ бизнес емес. Неге екенін білгілеріңіз келсе, біздің жаңа айдарымызды, яғни клуб жетекшісі Дінмұхамед Рахат мырзамен айдарын жіберіп алмаңыздар. Білетін шығарсыздар, Рахат мырза клубтың негізін қалаушы, спикер, ментор және де бизнес-тренер. Достар, біздің арнамызға тіркеліп, лайк басуды және де астына комментарий жазуды ұмытып кетпеңіздер. Келесі кездескенше сау болыңыздар.